Аманжол мен кедей емеспін деп. Сіз Қазақстанда жүріп, Кореяға жатқызуға болады. Айып етпеңіз, ол шынайы шындық. Мысалға, екі баласы бар, әйелі бар, бір еркекті ала қойып қарапайым, енді ода әлі үй жоқ делік. Алматы қаласында қатты керемет емес, средний пәтердің арендасы 500 мың теңге. Енді екі бала садикке барсын делік. Екі бала садикке шамамен ең средний есептегенде 150 мыңнан 300 мың теңге бересіз. 800 мың теңге кетті ма? Енді сол үйдің коммунальный услугасы бар. Оған 200 мың теңге кетті ма? Интернеті басқасы. Енді сіз ана бала шағаны бір айдың ішінде киіндіресіз, оларға сыйлық алып бересіз, памперсін алып бересіз, ойыншығын алып бересіз. Оған грубо бір 200 мың, 300 мың дей салайық. Ладно, 300 мың өзі жетпейді. Одан кейін енді қатының болғаннан кейін ол қатының салон красотасы бар, шашы бар, киімі бар, басқасы бар, өздерің той томалаққа барасың, өзіңнің машинаң бар, өзің еркек болсаң енді қатын құсап үйде тығылып отпайсың ғой. Жігіттермен баняға барасың, білмеймін, бильярдқа барасың, шаңғы тебуге барасың, тағы да басқа да. Ал соның бәрін қосатын болсақ, шамамен 3 миллион теңге ақша кетеді. Ал сіз 3 миллион теңгеден бағанағындай кіріс түспейтін болса, онда сізді кедей деген адамға жатқызуға болады. Өйткені айына 3 миллион теңге табатын адамның ақшасының өзі шетелде демалуға жетпейді. Ол шынайы шындық негізінде. Ол жерге мен ойбай қатының алып бересіз, бір керемет Луи Виттон есептеп тұрған жоқпын. Қарапайым средний семья. Енді ладно, 2,5 мың доллар, 5 мың доллар деп қояйықшы, 2,5 миллион теңге. Я, мүмкін сіз оған сенерсіз, мүмкін оны қабылдайсыз, мүмкін қабылдамайсыз, но по факту шындық не? Шындық сода. Енді осы адамды кедейлікке алып тұрған бірінші біз сыртқы себебін анықтайық. Сыртқы себеп. Сыртқы себеп заң бойынша заңмен бизнес жасамау. Ол кедергі бізде бар ма? Заңмен бизнес жасамайсың деген кезіндегі анау біздің әке-шешелеріміз сияқты КСРО-да жүрген. Ондай кедергі жоқ. Хорошо. Сен несің? Кемтарсың. Кемтар. Яғни инвалидсің. Білмеймін, көзің естімейді, тіпті болмағанда құлағың дым естімейді, аурусың или обышсың, аяқ құдайға шүкір бағанағындай жойылып кетеді. Екінші жағдай. Енді мен оны айтам, енді форс-мажор дейік, экономикалық жағдай. Экономика. Украина сияқты бізде соғыс болып жатыр ма? Жоқ. Ауғанстан сияқты болып жатыр ма? Жоқ. Сен әйел болсаң да Талибан мысалға, қазір Ауғанстанда талибандар басқарып жатыр, білесіздер, әйелдер ешқандай бизнес жасауға болмайды. Но по факту сыртқы кедергі бар ол жерде. Ондай кедергі сіздің өміріңізде бар ма? Өкінішке орай, тағы да ол кедергі жоқ. Яғни заңмен бизнес жасама деген кедергі қойып тұрған жоқ. Кемтарлық Аллаға шүкір жоқ біразыңызда. Экономикалық бағанағындай кедергі келетін болса, экономикалық кедергі құдайға шүкір Қазақстан Республикасында сен не болсаң о бол, спокойно бағанағындай кәсібіңді жасай аласың. Түсінікті ғой. Енді сондықтан по факту қарасақ, ешқандай да еш уақытқа сіздің көп ақша табуыңызға реально бетон болып тұрған сыртқы кедергі. Или сен былай алайық, түрмеде. Түрме. Сен түрмеде отырсың ба? Түрмеде отырсаң, сен еш нәрсе істей алмайтының түсінікті. Яғни бүкіл мүмкіндігіңіздің түрмеде емессіз. Құдайға шүкір, Қазақстанда соғыс жоқ, құдайға шүкір, кемтар емессіз, құдайға шүкір, көзіңіз көреді, ойлай аласыз, аяқ қолыңыз бар. Заңмен бизнес жасауға бізде толыққанды мүмкіндік бар. Енді давайте, тағы сыртқы кедергі қандай болуы мүмкін бұнан басқа? Басқа сіздің өміріңізде сыртқы кедергі жоқ. Сондықтан да проблеманың барлығы неде? Сыртта емес, проблеманың бар ішкі кедергі деп болып тұр. Ішкі кедергі. Ішкі кедергі. Ішкі кедергінің бірі не? Рух, намыс жоқ. Бірінші.
Рух пен намыс жоқ. Өзіңнің 200 мың табатыныңа, 300 мың теңге табатыныңа, немесе өзіңнің жаяу жүретініңе, өзіңнің кішкентай квартирада тұратыныңа, өзіңнің кедейлігіңе не істемейсің? Намыстанбайсың. Яғни, для тебя это все норма, тебе это устраивает. Жаман телефоның, жаман үйің, жаман киімің, жаман машинаң, даже машинаңда жоқ шығар, ол тебя спокойно не істейді, устраивает. Сен бағанандай жаныңды жеп, үйтіп, өзің бағанағындай самостоятельно ізденбейсің. Түсінікті ғой, тек қана сол бір жұмысыңда жүре беретін шығарсың. Ал бүгінгі таңда кешіріңіз, адам күнде кешке жақын 1 сағат интернетте отырып не істеуге болады? Қосымша табысты табуға болады. 1 сағат интернетте отырып қосымша табыс табуға болады. Күнде таңертең ерте тұрып 2 сағат ерте тұрып, тағы да өзіңді дамытып қосымша табыс табуға болады. Бірақ сіз оның бәрін жасамай жатсаңыз, тупо просто сізде рух, намыс жоқ. Болды. Рух, намыс жоқ. Енді рух, намыс болмағаннан кейін, кешіріңіз, сізде бір жақсы өмір сүрем деген ұмтылыс жоқ. Енді ұмтылыс жоқ жерде атасының басы білім болсын ба, білім тоже жоқ. Болды. И содан кейін, сондықтан да проблема сыртқы факторда емес, сіздің ақшаңыздың аз тауып отқан. Потому что сізде рух жоқ, сізде намыс жоқ. Сыртқы фактор. Или сізде оған ұмтылыс жоқ, сізде ол білім жоқ. Бүгін мен консультация өткіздім бір адаммен. Қызық жағдайда, ол кісі сумка сатумен айналысады. Оптым алады екен да, Қытайдан. Осы Алматы қаласында оптым сатады. Бірақ сатып атқан сумкасының бағасы 5000 теңгеден. Мен айтам, сіз бұл жақта байямай істеймін. Неге? Потому что сумканы сатып алады әйелдер, бірінші аудитория, екінші сумканы сатып алады, ақшасы бар әйелдер ғана. Ақшасы аз әйелдер сумка сатып алмайды. Өткен сатып алуға ақшасы жетпейді, екінші оларға ол керек емес. Сумканы көп алатын әйелдер кімдер? Постоянно бағанағы бір әртүрлі банкетке баратын, постоянно бір корпоративный культурада, бір адамдардың тойына баратын, анау қызыл көйлек кесе, қызыл сумка алады, сары көйлек кесе, соған сай сары сумка алады, спортпен айналысатын болса, фитнеске баратын болса, бағана фитнес сумкасын алады, шетелге саяхаттайтын болса, бағанағы чемодан сумкасын алады. Ал олар 3000 теңге төрт, олар неге? Олар ақша тапқан, олар моданы жақсы көреді, олар сапаны жақсы көреді. Олар сумка алатын болса, ол өлді 50 000 теңгеден жоғары басталады. Жоғары жағы Louis Vuitton 2 миллионға, 3 миллионға. Яғни адам дұрыс аудиторияны таңдаған жоқ. Яғни дұрыс, ол адам өмірін сүріп жатыр, айына 500 миллион тауып жатыр. Ол адам мен разборын айтып жатырмын. Енді неге? Ұмтылыс, намыс жоқ, потому что это то, что они зарабатывают, Қытайдан алып келді, контейнермен сатып устраивает. Ал дамытайын десе білім жоқ, таргет деген сөздің мағынасын түсініп тұрған жоқ адам вообще. Ал мен оған кеңес беріп жатырмын. Жоқ, біріншіден, так, не істеу керек? Әйеліңіз, екеуіңіз барыңыздар да Түркиядан ең жақсы сапалы сумкалар алып келіңіздер, оптом емес, в розницу сатыңыз деп жатырмын. Не қылды? Той, ойды бөлмесеңдер шөстіп. Неге өстейсіңдер? Соң бәрін домине қойып қоймайсыңдар ма? Чықыр еткізбей. Яғни, енді ол нарыққа өтетін жақсы сумкаларды таңдау керек, тағы да басқа, оған тағы да білім керек, сайтын жасау керек, өйту керек. Ол кісі примерно среднем жылына 10 миллион табады екен, а менің айтқаным істейтін болса, ол примерно 100 миллионнан жоғары табады. Неге сол 100 миллион теңге бағанағы табылмай тұр? Проблема неде? Интернетте шектеу бар ма? Өзбекстан секілді біздің кезіндегі, Қытай секілді шектеу жоқ интернетте. Кемтарма жоқ, қолдарынан бәрі өздері істеп жүрген іс просто жетпей тұрған нәрсе, білімі жетпей тұр. Ал енді білімді алайын десе ұмтылыс жоқ, ұмтылысын реттейін десе, к сожалению, өкінішке орай болмай тұрған нәрсесі сол рух. Яғни рух, намыс деген нәрсе түсіп кеткен, қаланың бір сыртында тұрады, и это их как-то устраивает нормально, ештеңе өзгерткісі келмейді. Түсінікті ғой. Сондықтан да қандай да бір адам кедей болатын болса, ол оның білімінің жоқтығы, ұмтылысының жоқтығы, екеуінің жоқтығы емес, просто ол адамның не? Намысы өшіп қалған, оның жаман нексии нормально оған жаман киясы нормально,
оған жетіспейтін ақшасы нормально, оның қарыздан қарызға манағы батып жүруі тоже нормально. Это пойдет оған. Үйреніп кеткен өзін өзі алдай береді. Неге? Все тупо просто ол адамның ішкі рухы өшіп кеткен. Енді неге соны зная, неге адам өзін өзі кінәлайды? Достар, тағы айтып қоям, эфир сақталмайды, қазір жақсы ақпараттар беретін болам. Бұдан кейін эфирім қашан болатын тоже белгісіз. Менде қазір уақыт та жоқ, менде тренинг турларым бар. Көп уақыт бөліп атқам жоқ, сондықтан да мән беріп тыңдап алыңыздар. Сіздерге сөзсіз пайдалы болатын эфир болады, достар. Түсінікті ғой, эфир сақталмайды, сондықтан да бүкіл фокустарыңызды бір сәт маған бұрғандарыңыз дұрыс, өздеріңіз үшін. Бүгін біз кедейліктің себебін анықтап жатырмыз. Сондықтан проблема неде? Рухтың аздығында, проблема ұмтылыстың жоқтығында, проблема сол білімнің жоқтығында болып отыр негізінде. Сыртқы фактор емес. Сондықтан анау, ойбай, мен бизнес дейін десем, ақшам жоқ деген оттағанның әңгімесі. Аманжолға ешкім спонсор болған емес. Олег Тиньковқа кім спонсор болыпты? Ричард Брэнсон бизнесті бастағанға кім спонсор болыпты? Өздеріңіз білетін конкуренциясы қатты дамып кеткен Джек Ма кәсібін бастаған кезде кім спонсор болыпты? Amazon.comның основателі Джезеф Безос бизнесін бастағанда кім спонсор болыпты? Бүкіл миллионерлердің барлығы өздерінің бәрі нөлден бастаған. Сырымбек Тау бизнесін бастағанда кім спонсор болыпты? Қыран Талапбек бастағанда кім спонсор болыпты? Марғұлан Сейсенбаев бастағанда кім спонсор болыпты? Бүкіл барлығы неде? Нөлден бастады. Оларда не болды просто? Рух болды да, намыс болды. Олар көтерілген адамдардың бәрі чошқа сияқты өмір сүргісі келген жоқ. Мен чошқа адамдар деймін, чошқа көрінген жерге жата береді, жататын жері болса болды. Көрінген нәрсені жей береді, жейтін нәрсе болды. Болса болды. И чошқа сияқты адамдар маған пайдет, үшкір деп әйтеуір сапасына қарамай, качествосына қарамай сатып ала береді, сапасына қарамай, качествосына қарамай адамдармен араласа береді, и көңіл тисе бәрі сияды деп өзін-өзі алдап жүре береді. Неге? Намыс жоқ. Намыс жоқ. Мысалға, көп жігіттер бар, осы үйлерінде кабинеті жоқ. Оларға үйде еркектің өзінің кабинеті болмауы для них норма. Или көп отбасылар бар, білмеймін. Бір үйдің ішінде мамасы, папасы, баласы, білмеймін. Бүкіл бәрі бит жата береді. Для них норма. Мынау мен келіншегім, мынау менің айналайын байымын. Қыздар бөлек тұру керек, ұлдар бөлек тұру керек. Қатыным, экспальныйым бөлек болу керек, өзімнің бөлек кабинетім болу керек. Ертең қонақ келетін болса, қонақтар жататын бір бөлме бөлу керек деп бағанағы 6-7 комнатын ойламайды да. Арманның пигі 3 бөлмелі пәтер. Түсінесіз ғой? Неге? Потому что для них это норма. Для них это норма. То, что у них происходит, это норма, это их как-то устраивает. Мысалы, семіз қатындар бар ғой, семіріп кеткен. Семіз жігіттер бар ғой, қарны қампайып кеткен. Олар сол қарны қампайып жүргеніне өзінің семіздігін білмейді дейсіз ба? Біледі. Семіз әйелдер үсті басының бәрі целлюлит болып кеткен. Сол өздерінің целлюлит екенін білмейді дейсіз ба? Біледі. Просто неге? Үйреніп кеткен. Айып өтпеңіздер. Яғни үйреніп кеткен. Ана өзінің жаман нәпсиіне үйреніп кеткен. 3 күннен кейін көргөде үйренесің дейді. Ана өзінің жаман үйіне үйреніп кеткен. Ана жігіттер жүреді, менде ақша жоқ деп маңырап жүргендеріне тоже не үйреніп кеткен. Үлкен жігіттер жүреді, кішкентай пацан балаларын ақша сұрап, олар соған не үйреніп кеткен. Или көп жігіттер бар, мысалы мен жыным келетін, әйелмен ақылдасқыш, тағы да үйреніп кеткен. Ана 200-300 мың табады, әйел пақыр болып жұмыс істеп жүреді, бағанағындай үйреніп кеткен. Ана әйел жұмысқа барады, оны бастығы боқтайды, өйтеді, бүйтеді, ал күйеуі позволяет там ему работать деген сияқты да. Яғни тағы да үйреніп кеткен. Неге? Ол ненің болмауы? Рухтың болмауы, ол неге? Намыстың болмауы. Деген сияқты позицияда ұят болады деген сөз жоқ та айналып келген кезде. Поняли? Сондықтан неге олай десеңіздер? Бірінші бастайық. Біз айтамыз. Көп адамдарға, миың бар ғой, миың бар ғой, миың бар ғой дейміз да. Қап. Айып өтпеңіздер. Миың бар ғой деген сөзді қолдана береміз. Хорошо, есіңізде ұстаңыз. Ана кедей де миың қолданып жалқау кедей болып жүр. Байда миың қолданып не істеп жүр? Бай болып жүр. Бақытсыз адам да бақытсыз болу үшін миын қолданып жүр. Бақытты адам да бақытты болу үшін миын қолданып жүр. Болды, разница жоқ.
Енді неге деген сұрақ, ол қалай деген сұрақ туындауы мүмкін сізде. Бірінші мынау ми деп қояйық, міне ми, ақыл. Қасына ойлану. Қап. Міне. Енді райынса жоқ. Кедей де сол миды қолданып жатыр, бай да сол миды қолданып жатыр. Енді айырмашылық неде? Ми дегеніміз не? Жаттап ми ешкімді басқармайды. Ми біздің организмімізде жай ғана көмекші. Мозг он исполнитель. А бастықтың кім болатын, таңдайтын кім? Өзіңізсіз. Бір кішкентай жас бала ақсақалдың үйіне барып, сөйтсе ақсақалдың екі күшігі, иттің күшігі ғой, бірі-бірімен төбелесіп жатыр дейді да. Сосын бала сұрайды, ата дейді, ата айтыңызшы, оның қайсысы жеңеді дейді. Ақсақал ойланып тұрып, ол саған байланысты дейді да. Қалай дейді ғой. Қайсысына көп тамақ бересің, сол жеңеді дейді ғой. Қайсысына көп тамақ бересің, сол жеңеді деп жауап берген екен. Енді, сіз ойлайсыз, өсуіңіз, өнуіңіз саған байланысты ма? Миыңа жоқ. Ол бағана екі итке байланысты. Мынақта бірінші ит бар, оның атын біз жүрек дейміз, оның атын біз рух дейміз. Екінші ит бар, оның атын біз жан мен тән дейміз. Енді қызық жағдай. Мына жүректің, рухтың қалауы не? Арман. Армандау и жақсылық жасау. Жақсылық. Өзі сондай. Жүрек өзі постоянно армандайды, және жүрек армандайды, ми армандамайды. Жүрек қалайды. Постоянно жүрек бүйтіп тұрады, мамама шубаны ап берсем, папама X5 ап берсем, осындай коттедж салып бірге тұрсақ, ана бөлеме көмектессем, ана керемет Геленвагенді алсам деп тұрады жүрек. Ал ми, бұны біз жалпы Абай оны нәпсі дейді. Енді нәпсінің қалауы не? Комфорт. Ол дегеніміз не? Комфорт дегеніміз не? Қиналмау. Қиналмау, оңай болу. Не болды? Жан мен тән оңай, комфорт нәрсені қалайды. Қиналмау. Сондықтан да Машқұр Жүсіптің сөзі бар. Кедейге кедей болатын адамға дейді, жаны ардақты дейді. Байға бай болатын адамға ар, намыс дейміз, рухы ардақты міне. Сондықтан қызық жағдай. Мынау миға әйтеуір кайфты алып жатыр ми. Мына кедей болатын адам ол жаны мен тәнін тыңдайды. Сондықтан да кәсіп ашып жанын қинағысы келмейді. Таңертең 4-те тұрып жанын қинағысы келмейді, ұйқысын қарызданып, қауғаланып, қарыз қайтарып, манағы миын ашытқысы келмейді. Жанның қалауы сол, бітті болды. Алысқа барғысы келмейді, ағылшынды үйренгісі келмейді, математикаға бас қатырғысы келмейді. Оңай нәрсені бағанағындай қиналмай, комфортна істей бергісі келеді болды. Түсінікті ғой? Енді постоянно жаныңыздың қалауын беріп жатырсыз.
Мысалға, кітап оқудың орнына YouTube көресіз, телевизор көресіз, TikTok көресіз, ерте тұрып спортпен айналысудың орнына ұйықтай бересіз, бағанағындай. Өзіңізді күтудің орнына күтпейсіз, бағанағындай. Бизнес ашудың орнына тұрақты айлықты жақсы көресіз, біреу көмектессе екен дейсіз, бағанағындай. Ақша төлеп алудың орнына қымбат деп арзан іздейсіз, или тегін іздейсіз, халявщик болып. Оның бәрі сіздің миыңыздың қалауы емес, ми арқылы істетіп жатыр ғой. Оның бәрін қалатып жатқан сіздің нәпсіңіз. Түсінікті ғой? Ол нәпсі өз эгоист. Сенің рухың айтса, рухың айтып тұрады, анау қатынына көлік алып беріпті. Қой, ұят болады. Ұят. Мен де барып қатыныма армандаған көлігін алып берсем дұрыс болар еді десе, сен нәпсің айтып тұрады. Зачем дейді? И так бағып атсың ғой, Құдайға шүкір. Үйіміз бар, Құдайға шүкір деп сені мынау постоянно успокаивать етіп, сені төменге тартады да ол өзі. Жан мен тән. Түсінікті ғой? Ми әшейін қызметші. Түсінікті ғой? Енді, неге олай десеңіздер, жануардың бәрінде үш нәрсе бар. Миы бар, денесі бар, жаны бар. Адам баласының айырмашылығы сонда, адамда ғана рух бар. Яғни руханият деген сөздің негізі адами энергия ғой, хайуани энергия емес, адами энергия. Алла өзі бізді топырақтан жаратқан кезде үрлеген рухы. Құранда айтылады, Алла бізді өз рухынан үрлеген дейді. Ал енді рухтың қалауы не десеңіз, рухтың қалауы, рух кайфты жақсы көреді ғой. Мынау да кайфты жақсы көреді, мынау да кайфты жақсы көреді. Екеуі де кайфты жақсы көреді. Бірақ мынау жетімдерге көмектескен кезде кайф алады. Армандаған Геленваген аған кезде кайф алады. Армандаған мотоциклін сатып алған кезде кайф алады. Армандаған үйін салған кезде кайф алады. Біреумен бағанағанда жарысып, озып өзінің мықты екенін дәлелдеген кезде кайф алады да. Мынау қай кезде кайф алады? Көп ұйықтаса, көп күлсе, тырқылдап, тып-тыныш, әйтеуір ұйқысы қанып тұрса, басында қарызы болмаса, бағанағындай проблемасы болмаса, тыныш өмір сүрсе, вот содан кайф алады да бұл. Сонда да кедей адам, баяғыда Абай айтқан ғой, бала ата-анадан екі түрлі мақсатта туады дейді. Біреуі көрсем, білсем, үйренсем, ол жүрек қалауынан дейді. Біреуі ұйықтасам дейді, қиналмасам, ішсем, жесем деген, ол нәпсі қалауынан деген екен да. Әдем айтып кеткен Абай. Сондықтан да выбор не де міне? Сіздерде выбор. Екеуі тұр. Мынаның түбі байлық. Не? Өйткені рух деген нәрсе, намыс деген нәрсе қатты нәрсе ғой. Ал өмірдің заңы. Қатты нәрсенің бәрінің артында не тұрады? Жұмсақтық тұрады. Болды. Мен мысалға пахать етіп жұмыс жасап жатырмын да. Вот честно айтайын. Пахать етіп, отельді бітірсем, ананы істесем, мынаны істесем, маған да хочется ауырып жатуға, но мен жата алмаймын. Маған да хочется кәдімгідей. Маған да қиналған ұнамайды. Құдайға шүкір менің табатын ақшам өзіме жеткілікті. Я хорошо зарабатываю. Бірақ не үшін? Армандарым бар ғой. Армандарым бар. Көкеме керемет коттеджін сап бергім келеді. Ауылда 10 мың қарағай отырғызсам деп жоспарлап отырмын. Жетімдер үйін салсам деп жоспарлап отырмын. Балаларға білім беретін керемет мектеп салсам деймін. Ұлым да, қызым да бәрінің бағанағы мықты болғанын қалаймын. Әйтеуір айналамның бәріне чуағын шашқым келеді. Оларға көмектесу үшін не керек? Ақша керек. Сондықтан Нұрсымедиев не істеп жүр? Пахай тетіп жүр. Әңгіме сонда. Мен де ешқашан еш уақыт 8-де үйде болмаймын мен. Мен үйде 2-де 3-де барам. Оға дейін не істеймін? Шошқа тағалап жүрем ба? Жоқ. Жұмыс істеп, шаруа істеп, ақылдасып отырам. Ал жан мен тәннің қалауы не? Ол не? Қиналмау, оңай, комфорт, бітті болды. Тып-тыныш. Қойшы, мен оны жасай алмаймын. Ол менікі емес. Это меня устраивает, это меня так, мынандай, оправдание. Лишь бы не істемеу, комфортна жүру, лишь бы не істемеу, лишь бы қиналмау, лишь бы не істемеу, лишь бы манағындай бәрінің оп-оңай болуы. Әсіресе қатындардың айтатыны ғой, күйеуім нормально ақша тапса, мен тып-тыныш үйде отыра беретін едім дейді.
күйеуім жақсы ақша табатын болса, если мен асырап отыратын болса, зачем жұмыс істеп мен отыра беретін едім. Сонда ол әйелдің өзінің арманы жоқ па? Жоқ болып тұр ғой. Сонда ол әйелдің ол көмектескісі келетін інілері жоқ па? Сонда ол әйел өзінің бала шағасына мықты білім бергісі келмей ма? К сожалению, получается не болып тұр, жоқ болып тұр да. Неге? Өткен тып-тыныш, соны жүре беру керек та, бір жігіттер бүйтіп қойды, о, мына машинам керемет, от души. Айдағаныма 10 жыл болды деп қойды. 10 жыл бойы бір машинаны айдап даммай жүргенде ол ыңғайсызданып тұрған жоқ. Ну это меня устраивает дейді, бітті ол. Неге? Лишь бы қиналмау. Міне, қиналмау, оңай нәрсені іздеу, и комфортына жүре беру. Ненің қалау? Жанның қалау. Неге? Потому что бұл инстинктивный механизм. Өйткені біздің организміміз, әдем бүйтіп ұстап отыр, былайда бір отыр. Біздің организміміз, достар, қиналғысы келмейді. Біздің организмге, мал ұқсап, сол тамағымызды жеп, жата берсек, тамағымызды жеп, көбейе берсек, болды, бітті. Это как ренжімесін, мен қаншама отбасыларды білем, ана баланың біліміне, болашағына ойламайды, үй бар, жоқ деп ойламайды, баласын тудыра береді. Туканың приколындағыдай, свет өшіргеннен мен не істеп жатырмын деп ойланбайсың ба дегендей. Ол расымен тура солай. Неге? Но санасыздықта ол Құдайдың берген несібесі, Құдайдың несібесі деп. Ол әңгіме сонда да. Құдайдың берген несібесі дей береді да просто. Өзін өзі алдап. Құдай несібені беріп қойған. Балаға әке-шешесі арқылы береді несібені. Ол кішкентай ғой. Оны сен далаға лақтырып жүретін болсаң, өзінен өзге, баяғы Ашина деген тайпа бар, осы түркілер пайда болған. Қасқырды еміп бағанағындай. Адам болып кеткен. Қасқыр итке еміз кетпей ғой. Сондықтан міне, таңдау. Ал енді қараңыз. Біз нәпсін таңдағанда не істейміз? Миды қолданамыз. Миым не? Нәпсін күшті болып тұр да, мынау дәу. Мынау кішкентай байқұс. Потому сен мынаның қалауын беріп жатсың да, комфортный өмірді беріп жатсың. Күнде тупой Инстаграм қарай бересің, TikTok қарай бересің, приколдар қарай бересің. Мынаның сен дәу, мынаның қалауын беріп тастағаннан кейін уже ми байқұс мынаны тыңдап кеткен да. Сондықтан ми бітеді. Зачем дейді? Бизнес істеу үшін оңай дейсің ба? Ақша керек дейді. Сен отырғызу. Қой, государство ертең тартып алады. Зачем Инстаграм дамытып ырбың етіп? Қой, ештен кеш жақсы, Алла қаласа, Құдай бұйыртса болады. Алла қаласа әйтеуір. Бұйыртса. Ештеңе жоқ. Мен жетпеген арманыма, мына балама мен сенем. Алла қаласа осыдан бір үміт күтіп отырмын дейді. Болмайды ол. Сен оны частный школға оқытсаң, білімін қадағаласаң, көтіне түсіп аптыр, бүкіл курстардың бәріне апарып, балаң кіммен араласып жатыр, қасына жақсы достарды қосып, соның өлтіріп тұрып бағанағыдай біліміне ақша сап, сүйрейтін болсаң, ол қайрат нұртас болып шығады. Мамасының арқасында ол солай болып шықты, сүйрегеннің арқасында. Ол Димаш болып шығады. Димаштың әке-шешесі кішкентай кезінен Димаштың образованиясына ақша салған. Ол бірден бола салмайды. Сөйтіп болғанның арқасында. Қуаныш Шонбай, деп қырта бермес, ол КТЛ-ді бітірген. Өзі барып КТЛ-ға түсіп па? Жоқ. Әке-шешесі сүйреп апарып КТЛ-ді түсіріп, содан кейін Қуаныш Шонбай болды, білімнің арқасында. Қыран Талапбек ба, о да КТЛ-ді бітірген. Ол керемет мектеп. Мен дарынды бітірмесем, Рысмендиев болмайтын да едім. Мені айту рахмет, әке-шешемнің қолынан келмесе де, сол мұғалімім сүйреп мен көмектесіп дарынға түсіріп жүргеннің арқасында Айсұлу апайға рахмет, мен Рысмендиев болып отырмын. Түсінікті ғой. Сондықтан да сен нашар болсаң, балаң мықты болады деп армандамай-ақ қой. Ол невозможно, тағы да айтамын. Егер де ол абай болса, Құнанбайдың арқасы. Егер Трамп болатын болса, Американың президенті. Әкесі оны нормальный бизнесмен болып, баласын кішкентай кезден бастап, бірінші военный школда оқытып, 4-ші сыныбынан бастап, ең частный, хороший военный школа, дисциплинасын қалыптастырып, одан кейін бизнес школда да оқытып, содан кейін бар бол бағанағы Дональд Трамп болып отыр. Или Стив Джобсы да әке-шешесі частный школда оқытқызып, одан кейін барып Гарвардқа түсірген. Стив Джобс универ тастап кетті дейсіздер. Стив Джобс СПТУ-ды или Агуд тастап кеткен жоқ қой. Ол Гарвард тастап кетті. Гарвард деген частный не ғой, университет қой. Жылына сколько миллионов ты оплачиваешь? Около 200 тысяч долларов в год платишь. Соның арқасында ол, сондықтан да нәпсіге сап, балам тесіп шығады өзімен өзі, Құдай бұйыртса болады. Қанша талпынсаң да дейді, Құдай бұйыртпай болмайды дейді.
Тағы да өзін өзі алдап, тағы да не істейді? Ештеңе жоқ. Мына мүшел жаспа өтіп кетсін. Нумерология бойынша у меня плохие цифры. Астрология бойынша у меня тоже не пойдет. Мына кішкентай бала өсіп басын сосын бастайын. Әттең мына кішкентай емшектегі емізулі балам болмағанда мен қыратын едім, мен жоятын едім деп па. Как будто бала тумаған кезде қырып жойып жүрген адам құсап. Алдап керек емес. Или қазір доллар көтеріліп кетті. Экономикалық жағдай дұрысталсын. Не экономикалық жағдай дұрыс кезінде миллиондап тиын тауып бердің немене? Зачем ты себя обманываешь? Сөйтіп жаның миды қолданады да сені бір орында стоп ұстай береді ғой. Ал енді неге? Өйткені сен жан мен тәннің қалауын беріп атсың. Вот сколько вы единицы заполняете? Он не қалап атыр. Жаның обучение көрмейсің ғой отырып алып. Өтірік приколдар, бір авто, нелер, блоктарды көреді, как будто көлік сатып алу, ақшың бар адам құсып. И барасында қымбат коттедждерді көресің. Ақшың бар ма не қолыңда не? Оны көретіндей. Ана қайрат үйт біреудің ішкен, біреудің тышқанын әңгіме қыласың. Какой-то он ни хрена от этого не меняется, блин. Натуре келген кезде жоқ. Келесің, дези ішесің, келесің, әйтеуір болмайтын өсек, соның бәріне жаның рахаттанып жатыр да. Сен мынаны дәует тастағансың да уже. Дәу оқытен өйтіп. Мына баяғы нәндей болып тұр, кішкентай құтаққандай болып тұр да. Болды.